Assalamualaikum, көке қалайсың? Ағалейкум ассалам балаларым. Еліңдер. Sana қыдырып келіп едік көке. Бізге бір аңыз әңгімелеріңізден, ертегілеріңізден айтып бөлісіп отырсаңыз. Балалар, онда келіңдер, отырыңдар. Жайғасыңдар. Онда сендерге балаларым бір өсиет әңгіме айтып берейін. Bir ертеде bir үлкен bir хан болған екен. Сол хан өзінің хан патшалығынан шығып қарап, елдің жағдайын, халын білейін деп, балконнан шығып қараса, анау бір жерде бір қарбыз сатып тұрған бір жігітті көреді. Сонда хан қарбыз жегісі келіп, уәзірін шақырды. Сонда уәзіріне айтып, "Ей уәзірім, міне саған 10 алтын, маған барып ана жерден бір қарбыз алып келе ғой" дейді. Сонда уәзірі 10 алтынды алып көмекшісін шақырады. Көмекшісіне 5 алтынды беріп, өзіне 5 алтынды алып қалады. Сонда көмекшісі әскерді шақырып, әскерге 1 алтын беріп, барыңдар сырттан сатушыдан қарбыз алып келіңдер деп жұмсайды. Сонда әскерлер сатушыға барып, "Ей, оңбаған, сен неге тұрсың? Бұл жерде қарбыз сатуға болмайды. Тұяғың жалтырады" деп қуып жібереді де, бүкіл қарбызды өзіне алып қалады. Сонда бір қарбызды патшаға апарып беріп, қалғандарын өзіне алып қалады. Сонда патша ойланып отырып, бір қарбыз 10 алтын болса, онда халықтың жағдайы жақсы дегені. Онда мен салықты көбейтейін. Көрдіңдер ме балаларым? Bir құмалақ бір қарынмайды шелпеді. Елдеріңе адал болыңдар, отандарыңды сатпаңдар. Ал мен сендерге бата беремін. Бай болсаңдар, халықтарыңа пайдаларың тисін. Батыр болсаңдар, жауға найзаларың тисін. Әумин.